Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін мен сіздермен үй жағдайында өте дәмді болып шығатын палаудың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Ең бірінші қазанымызға майымызды құйып, майымыз қатты қызғаннан соң үстіне етімізді саламыз да, етімізді екі бетін жақсылап қып-қызыл болғанша қуырып алатын боламыз. Етіміз қаншалықты қызыл қуырып алсаңыздар, палауларыңыз соншалықты дәмді болып шығады. Сол арада күрішімізді жақсылап жуып, үстіне 2 шай қасық тұзымызды салып, ыстық қайнаған сумен бұқтырып қоятын боламыз. Тұз біздің күрішіміздің жібіп кетпеуі үшін көмектесетін болады. Сонан соң етіміз қызарып, әдемі қуырылғаннан соң үстіне пиязымызды салып, пиязымыз алтын түске енгенше жақсылап қуырып алатын боламыз. Егер палауларыңыз қарашыл болып шыққанға қаласаңыздар, онда пияздарыңызды жақсылап қара түске енгенше қуыратын боласыздар. Сонан соң үстіне сәбізімізді салып, ары қарай өз қалауларыңыз бойынша дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен осылай сары бояғышпен мейіз салдым. Сәбізімізді қатты қуырмаймыз, кішкене бір-екі рет аунатып қуырсаңыздар болды. Мен палауға осылай картошка саламын, оны салу маңызды емес. Онан соң үстіне 1,5 оқжаудай су құйып, астын баяулатып, етіміз жұмсарғанша баяу отта қайнатып пісіріп аламыз. Етіміз пісіп дайын болғаннан соң үстіне күрішімізді саламыз. Күрішіміздің барлық шетіне текстеп шығамыз да, су күріштің бетінен асып тұруы керек. Егер суыңыз аздау болып қалатын болса, қайнаған су құйсаңыздар болады, аздап қана. Онан соң мен осылай бетіне зіре сүйеп шығамын. Оны да өз қалауларыңыз бойынша, біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды. Бұл палауға ерекше дәм береді. Күріштің суы тартылғаннан соң бетін ғана аударып шығамыз да, одан кейін күрішімізді ортаға жинап, орталарын тесіп, демтеп қоятын боламыз. Егер суы аздау болса, тесіктерге аздап су құйып шықсаңыздар болады. Осы деммен палауымыз әдемі болып пісіп шығады. Палауымыз дайын, өте дәмді болып шығады, түсі де әдемі болып шығады. Егер сіздерге менің жасаған тамағым ұнаған болса, онда менің каналыма тіркеліп, мені қолдап, лайк басып, мені қолдай кетіңіздер.